Қайырлы күн достар, сіздермен мен Сәуле. Сіздермен бүгін дәмі ерекше, дәмді сочный котлет дайындаймыз. Менің рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Құрамы 500-600 грамм тартылған ет, бір дана пияз, қалауыңызша укроп, және де бір дана жұмыртқа, бір дана картоп, оливки майы немесе өсімдік майы 2-3 қасық, және нан 100-150 граммдай. Оны суға батырып жібітіп қоямыз. Және де тұз, қара бұрыш, паприка қажет. Котлет дайындауға кірісейік. Жасалуы өте оңай. Алдымен фаршқа ұсақтап туралған пияз бен укроп қосамыз. Және де үстіне жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді картопымызды үкіштен жақсылап өткізіп аламыз. Ұсақ болғаннан кейін фаршымызға қосамыз. Одан кейін суда жібіген нанымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Оливки майын немесе өсімдік майын қосып, қара бұрыш, паприка және қажетінше тұз салып араластырамыз. Енді осылай видеода көріп тұрғандай котлет жасаймыз. Котлетіміздің екі бөлігін жақсылап ұнға аунатып аламыз. Ұнға аунатсаңыздар, котлеттеріңіз күйіп кетпейді. Біркелкі болып піседі. Мінекей барлық котлетімді ұнға аунатып алдым. Енді қызып тұрған майға котлеттерді салып, екі жағын қызарғанша қуырамыз. Қуырылған котлетті мантаваркаға 30-40 минут буда пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын. Каналымдағы рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.